Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Басып отырамыз. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар, не істейміз? Топқа бөлінеміз. Ал топқа бөлу үшін бүгінгі әр топты білу үшін, қай оқушы қай топқа отырғанын білу үшін, яғни жасанды интеллект арқылы топқа бөлінеміз. Қазір мен мына топқа бөлуді басқан кезде балалар өздерінің аттарын шығарды, яғни қай оқушы қай топта екенін өзі бөліп берді. Ал осы бойынша антымызға қарай, яғни бірінші топта Медеу, Дарын, Гүлсім, Айфатима, Ернұр, екінші топта Нұрайым, Езжан, Диана, Асылбек, үшінші топта Гүлдана, Айдана, Мақсат, Ербол, Аяулымжан, оларды топқа отыра қоямыз. Топқа бөлініп алдық. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білу үшін анықтау мақсатында, яғни сендерге мына жерге берілген жасанды интеллект арқылы фаза берілген, осы фазылды құрастыра отырып, біз бүгінгі тақырыпты анықтаймыз. Олай болса, бізге 3 топтан 3 оқушы қажет, яғни кім шығады? Қай топтан қай оқушымыз? Фатима шыға, Нұрда және Гүлдана келе қойыңыздар. Бізде қандай сурет шықты? Шахан Шері Мұхтар Мағауин. Яғни бізде бұл жердегі авторымыз Шахан Шері жазған Мұхтар Мағауин авторы шықты. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Мағауиннің Шахан Шері шығармасындағы не тарихи көркемдік құндылықтар екен. Ал біздің бүгінгі оқу мақсатымыз, балалар, сабақтың мақсаты шығарманың тарихи көркемдік құндылықтарын талдай білу, кейіпкерлерді сипаттау арқылы сыни тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту және оқушыларды пікірталас және талдау дәлелдеу қабілеттерін жетілдіру екен. Ал енді біздің ендігі кезектегі біздің үй тапсырмасына шолу. Біз балалар өткен сабақтың алдында біздер осы шығарманың Шахан Шерінің өмірбаянымен танысқан болатынбыз, шығармасын біршама талдаған болатынбыз. Ал енді үй тапсырмасына сендер үй жұмысына шолу, біз Кахот сайтына кіріп, яғни сіздерге арналған сұрақтарға жауап береміз. Ал олай болса, телефонның смартфонды алып қолдарыңызға алып, Кахот сайтына кіреміз. Thank you. Олай болса, мен қазір кітапты басамын. Ал үй тапсырмасы тез-тез. Үшінші орын Гүлсінайда, екінші орын біздегі Медеу, ал бірінші орын әрине ол Фатима. Ал енді балдар, әр топ өз кейіпкерлеріне диаграмма арқылы сипаттама береді. Мына жерде қолдарыңызға қолайсызды ала қоямыз және мына осы берілген плакатқа біздер не істейміз? Өз кейіпкерімізді сипаттап жазады екенбіз.
болған, аңшы болған және табиғаттың адамның деген қиянатын көрген сол негізінен табиғат пен адам арасындағы үйлесімдікті жақсарту үшін жолбарыс, ол яғни бізде жолбарыс деген шахан шері шығармасындағы басты кейіпкер болып табылады. Және ызаға толы жүрегімен сезімтал және де жыртқыш және де ақылды болады. Кітаппен айдар жұмысы болады балдар. Оқулықпен 91-ші беттегі тапсырманы орындаймыз. Кітаптарымызды қолымызды аша қоямыз, дәптерімізді ашамыз. Бұл жерде сіздер не істейсіздер? Яғни кейіпкерге мінездеме береміз. Яғни бұл жерде біздің басты кейіпкер. Қоңырқай, момықан, тек салқын үшін ғана атқан жаны, ана өзек киіп, ер мінезі таңытқандай. Байсалды кеңдік бар, қайратына, қажарына сенген, ешкімге ырық бермеген асау жанның салқымы кіріпті. ортада жырақ, әппақ, өткір сойдақ тісі жарқырапты. Адам шошыrar. Қарсы алдына қарағанда адам шошыrar. Әйтсе де құбыжық емес, өзгеше тұрпатты, беленерге. Епке түскен бұжыр тұжыр терең үш қатар ызалы шегір көз шырғашты тиді. Жұрттық сойдақ тісі жарқырапты. Адам шошырады. Қарсы адамда адам шошырады. Әйтсе де бұжыр емес, өзгеше тұрпат. Сабағымызды бір серпіп алайық. Олай болса бізге ортада столдың үстінде яғни түстер тұр. Қырқылған картон қағаздар және бізде ортасында сыйлық. Оқушы, бірінші оқушыны таңдап алайықшы. Шыққан кезде әр топтан бір екі оқушыдан алайық. Шықсын ортаға бірінші топтан қайсысын шығамыз. Келе Фатима және Медеу келе орыңыздар. Тез. Мен мына жерде түсті қай тұста айтсам сол түсті бірдей бағасам, егер сыйлық деген кезде сол сыйлықтың үстін басуларыңыз керек. Кім бірінші болып жылдамдық танытады, сыйлық соңында. Ал бастаймыз. Фатима, ал екінші топтан бізден келе ойнайды. Қайсысын шығамыз? Тез-тез. Келе ойнайды. Нұрдан және Диана келе ойнайды. Шағдар түсірсе, я? Сервис арқы шағдар түсірсе, я? Ал жасыл, қызыл, сары, сыйлық. Нұрдан алды. Үшінші топтан кім шығады? Келе ойнайды. Мақсат, келе ойнайды. Сыйлық деп ойлап қалыңдар. Ал сары, жасыл, қызыл, сары, қызыл, сыйлық. Мақсаттікі. Ал осы қалыңдар. Мәлеге қорытпалар арқылы тапсырма береді. Осы тапсырманы қазір орындап беріп, сабақты қорытындылайды. Ал кім шығады? Сабақты толық жақсы меңгердік. Барлығы бізде дұрыс болып шықты, я? Ал жарайсыңдар. Үйге тапсырманы алып алыңыз. Үйге тапсырма бізде не істейміз? Тақырып шақанның әділеттігімен адалдығы мәселесін шақанның әділеттігі қоғам мен адамдар үшін маңызы қандай деген тақырыпты ортадан жазып беру.